Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бұл HTML CSS JS сабақтарының 22-ші бөлімі. Бүгінгі бөлімде біз мәзірді адаптивный қылып жасауымыз керек. Қазір егер біз мәзірді ашып қарайтын болсақ, компьютерде нормальный көрінгенімен, бізде мынау мобильный версияларда ол өте нашар. Мынау қазір мысалға мына жерде басқа бір даже iPad-тың өзінде онша, iPad-та мақұл нормально екен, бірақ мынандай смартфондарда дұрыс көрінбейді. Мынау былайынан кетіп қалған, мынау жазуларымыз үлкен. Одан кейін тағы да бір істеп кететін нәрсе, мынау астында мынау сайттың астыңғы бөлігі футерімізде жөнді істеу керек екен. Өйткені мына жерге қарайтын болсаңыздар, бізде мынау орындары дұрыс орналаспаған. Мына жерде мынандай жазулар жабысып қалған, немесе мына екі жағын жабысып қалыпты. Бұны мен байқамаппын. И мынау біздің мына логотипімізді мобильный версияларды сәл кішірек қылып істеу керек. Мына кнопканы да сәл кішірек қылып істеу керек. Мына кнопкалерде бүгін осыларды жасайтын боламын. Сол кезде бізде хотя бы бірінші бет уже полностью дайын болады. Так, енді мынаны қазір біз мобильный бір версияға қоя салайық, немесе мынау responsive дегенге қоямыз да, мына жерде мына mobile S 320 пиксель деген таңдаймыз. И ең бірінші біз мына менюді бастайық, менюдан бастайық. Енді негізгі болып тұрғаны бұл жерде. И енді қазір менюда қарайтын болсақ, бізде ол меню мына жақта. Так, меню, так, футер. Так, мына nav контейнер, мына жерде фонт сайз 60 пиксель деп тұр, осыны қазір біз 20 пиксель деп жазып көрейік. Так, енді кішірейді. Бірақ егер де мынау меню листқа мән беріп қарайтын болсаңыздар, что-то мына менюда бізде, то есть мына мәзірімізде, мынаны егер біздің экранымыз былай тұрса, мынау сәлде болсын сол жаққа қарай, оң жаққа қарай жақын орналасқан. Егер де мына мен сол жағындағы аралықпен оң жағындағы аралықты салыстырып қарайтын болсаңыздар, мына жағынан оң жағынан, сол жағынан үлкен орын алып тұр да, ал оң жағынан кіші ғана орын болып тұр. Мына жер сол ненің кесірінен пайда болған, ненің кесірінен олай тұрғанын анықтауымыз керек. Егер де сіздер осы уақытқа дейін сабақтарға жақсылап мән беріп қарайтын болсаңыздар, біз мынау менюларда біз padding 0 деп беріп жүрдік. Өйткені егер де қазір біз мына менюмызға бір артына түс беретін болсақ, background дейміз де, қазір артына red деп түс беретін болсақ, ол бізде мынандай болып тұр. Қараңыздар, бізде мынау қазір index.html-ді ашып қарайтын болсаңыздар, мына menu list деген класс, ол UL деген тегқа беріліп тұр. UL деген тег ұмытып кетпесеңіздер, қазір мына жерде просмотреть код деп ашып қарап, мына жағын ашып қарайтын болсақ, мына UL menu list дегенді таңдап тұрмыз. И осы жерде қарасаңыздар, мына user agent style sheet деген бізде Google Chrome браузер өзі автоматты түрде мынандай margin и мынау padding беріп тұр. Біздің жалпы мынау меню UL деген тегқа біз соны мынау Google Chrome, яғни user agent style sheet, бұл жерде не только Google Chrome, егер сіздер Firefox-пен ашсаңыздар, қазір егер де біз мынауны копировать етіп алып Firefox-пен ашып көрейік. Қазір егер де біз Firefox-пен ашып қарайтын болсақ, бұл жерде де дәл солай болу керек. Егер де қарайтын болсаңыздар, так, исследовать элемент деп басамыз да, бұда. И мына менюді ашамыз да, исследовать элемент деп басамыз. Сол кезде мына UL menu list деген таңдайтын болсаңыздар, бұл жерде қазір пока көрінбей тұрады. Мына жерде плюс басамыз да, жоқ, плюс емес. Так. Мына жерде просто Firefox браузерінің қосып тұрған несін көрсетпей тұр. Оны қалай қосатын что-то мен есімде жоқ. Қазір егерде. Так, меню листқа барып қараймыз. Вычислено.
міне мына жақта мынау вычислено деген, так, мынаны бүйтіп сәл ашсаңыздар, мына разметка вычислено деген бассаңыздар, мына жерде стили браузера деген тұр. Осыған галочка қоятын болсаңыздар Firefox'та, осы жерде ол өзі автоматты түрде бізге меню листқа класс добавить етіп шыққан. Ол негер мына жерде мына өте көп класстар добавить етіп жатты. Міне padding inline start деп мына жерге добавить етіліп тұр. Мынаған қарайтын болсаңыздар. Міне мынау бізде жалпы Mozilla'ның біздің сайтқа қосатын несі, стильдері. Біз осыны жойып тастауымыз керек. Бұл да Mozilla'да да, любой браузерде де болады. Ондай стильдер только Google Chrome'да ғана осылай добавить етеді екен деп ойламаңыздар былайынан. Сондықтан енді осыны жою үшін қазір біз просто padding дейміз да, 0 дейміз и margin 0 деп добавить етеміз. И енді қазір қарайтын болсаңыздар, міне бәрі өз қалпына келді. Мынау background редті өшірсек болады. И бізде енді сайтымыз нормально көрінген сияқты, бірақ сонда да мына 20 пиксель емес, бір 25 пиксель фонт сайз берейік, яғни шрифттің размерін. И енді біз мынаны былай жасайтын боламыз. Мынаны қазір оң жаққа сырып тастайық. И енді mobile S-тен біз мынау 768-ге ауыстырайық. Енді мынау меню листті копировать етіп аламыз да, бізде 768 дегенді поискпен жасасақ та болады, по-моему. Так, Ctrl-F дейсіздер да, 768 деп іздейтін болсаңыздар, міне мына жерге астыңғы жағына меню лист деп добавить етеміз да, бұл жерге енді фонт сайз ретінде біз үлкен размерді берейік. Фонт сайз дейміз де, бұл жерде уже 35 пиксель деп көрейік. Так, енді нормально. Енді қазір мынау 1024. 1024 бізде 992-ден кейін біз уже меню листқа 45 пиксель деп, 45 или 50 десек та болады, по-моему, 50 десек те нормально сияқты. Егер де біз қазір фонт сайзымызды 50 пиксель деп жазатын болсақ, міне үлкенірек нормально көрініп тұр. Так, бұны істеп қойдық. Енді қазір қайта обратно Mobile S 320-ға апарамыз да. Енді біз мынау кнопканы кішірейтуіміз керек. Ол кнопканы біз қалай тұрғанын көру үшін мына button menu close деген ойдым, по-моему, осы. Осыған енді стиль береміз. Так, Ctrl-F, меню, сызықша close. Так, поиск арқылы тауып алайық. Өзі бірақ жерде тұр екен, дұрыс барлығы. И енді біз бұл жерде бұған фонт сайз 20 пиксель беріп көрейік. 20 пиксель слишком кішкентай көрінетін сияқты, 20 пиксель дұрыс ау деймін. Или даже 30 пиксель ма? 30 пиксель дұрыс екен. Бұл жерде енді мынау оң жақ сол жағынан 30 деп береміз, главны. Мынаға 20 пиксель десек нормально сияқты. То есть қазір iPhone 5s-ке қойсақ. Мына жерге мән беріп қараңыздар, мына жанында аппақ сызық пайда болған. Ол мынау Google Chrome'ның осы инструментті кейбір кезде дұрыс істемеуі мүмкін. Сол үшін мынаны бүйтіп бассаңыздар тураланып кетеді. Міне қараңыздар, енді жаңағыдегі ақ сызық жоғалып кетті. Осы мынау Google Chrome'ның өзінің ошибкасы, ол постоянно осындай дұрыс істемейді. Мен осы 2 жыл болды, 3 жыл болды сайтпен айналысып жүргеніме. Осындай инструментті постоянно қуып, либо бір дұрыс істемей, постоянно осындай ошибкалар туындайды. Сол үшін осыны былайынан басып қойып туралап қойыңыздар, болмаса мынаны обновить етіп көрсеңіздер, сол кезде сәл туралану мүмкін. Так, енді қазір нормально, мынау бізде кнопкамыз жақсы көрініп тұр. Енді 768-ге апарамыз. 768-де де жақсы көрініп тұрған сияқты. Енді 1024-ке апарсақ, уже 1024-те сәл кішігірім болып кетті. И мынау оң жағына қатты жабысып тұр. Ол нең кесірінен деп ойласаңыздар, ол мына жерде мынау үсті мына жақта 20 пиксель болғанымен қараңыздар. Мына жер 20 пиксель болғанымен үстіңгі жағы, біз оң жағына да 20 пиксель бердік. Неге онда оң жағы қатты не қылмай тұр десеңіздер, олар мынау скроллдың несінен бастап есептеп тұр. Сондықтан бізде ол шет жаққа кетіп қалып жатыр. Оны туралау үшін біз мынаны, так,
Оны қалай тураласақ болады? Так, просмотреть код деп қарап көрейік бірінші. И мынаны бүйтіп жабыстырып көрейік. Осы жерде бізде қазір мынау 974 пиксель болып тұр. Мына 970 мына жерге мән беріп қараңыздар. 980-ге апарып көрейік. И осы жерде біз body'ға қарайтын болсақ, computed дегенге барсақ, бізде body'ымыз 963 пиксель ұзындығы болып тұр. Ал енді мынау nav контейнерге баратын болсақ, оның ұзындығы 980 пиксель болып тұр. Көрдіңіздер ма? Біздің nav контейнеріміз мынау неден шығып кетіп жатыр. Оны туралау үшін біз nav контейнерге барамыз. Nav контейнер деген класты тауып алуымыз керек. И осы жерде біз with дейміз де 100% дейміз. Енді осы 100% кезінде қарайтын болсақ, міне 963 пиксель болды. Бізде мына жер мынау окномыз ұзындығы 980 пиксель болғанмен, қазір қараңыздар, мына жерге қарап тұрыңыздар, мен анау мынаған мен 980-ге апарамын да, міне 980 пиксель ұзындығы болып тұр. Бірақ бізде мына жерде 963 пиксель болып тұр. Біздің мынау body'ымыздың ұзындығы 963 пиксель, либо мына HTML-дің ұзындығы міне 963 пиксель болып тұр. Ол мынаның кесірінен бізде мына scroll бір қанша 17 пиксельді жеп қойып жатыр. Сол үшін бізге осы scrollдың орнын жою үшін жәнелегіндей мынандай nav container with 100% деп берген едік. Сол кезде қайтып мына 963 пиксель деген орнына келіп тұр. Енді қазір қарайтын болсаңыздар, болды, міне сайтымыз, менюіміз нормально көрініп тұр. Міне барлығы дұрыс, мынаны жауып тастасақ болады. Енді келесі кезекте бізде мынау, так, мынаны бассайық и Mobile S-ке қояйық. Енді мынау логотипіміз мобильный версияларда өте үлкен болып тұр, соны сәл кішірейту керек. Бізге оны енді біз туралау үшін, егер біздің сайтымызға қарайтын болсақ, оның аты мынандай logo деген класспен берілген. И біз енді осы logo деген классқа барамыз. Так, logo деген класс қай жерде тұр? Бұл жерде мына font size. Так, тұра тұрыңыздар, біз мына жерге логоға ешқандай класс бермегенбіз ба? Так, что-то класс бермеппіз. Қазір маған егер шрифтім бір 20 пиксель десем не болады екен? Так, ештеңе өзгермеді. Біз басында, по-моему, біз бұл жерде ше, басында біз текст қойған едік қой, естеріңізде шығып кетпесе, мына жерге біз мынандай суреттің орнына біз Алтынай деп әшейін қолмен жазған болатынбыз. Енді біз одан кейін сурет қойдық, соның кесірінен біз логоға ешқандай класс бермей кеткенбіз. И оған өйту үшін мына лого font size деген уже керек емес. Бұл жерде біз бұл жерге лого сызықша image деп жазамыз. Яғни бізге соның ішіндегі суретке биіктік беру керек. Оның биіктігін бастапқы мобильный версияларында, то есть мыналай әшейін былайынан жазылатын болса, егер андай media queries'ің ішінде жазылмаса, бұл мобильный версияға арналған дегенді білдіретін еді. И бұл жерге height дейміз да, яғни биіктігі ретінде біз 30 пиксель береміз. Сөйтіп енді қазір қарап көрейік. 30 пиксель, что-то 25 пиксель деп көрейік. Что-то 30 пиксель сәл үлкен сияқты. Мәні 25 пиксель кезінде нормально. Одан кейін бізде мынау просмотреть код десек, мынау бізде қай сөзі? Бұл да кнопкамыз да бізде сурет ретінде берілген. И біз осыны біз екі түрлі суретке жеке-жеке класс бергенше, мәні мынау суретпен мына суретке класс жеке-жеке бергенше, біз мынау үстіндегі header деген класстың ішіндегі бүкіл суреттерге стиль бере салайық. Мына жерде лого емес, header деп жазамыз. Сол кезде осы мына ішіндегі бүкіл headerдегі нелерге стиль беріледі. Мысалға, енді қараңыздар, мына кнопка мен мына Алтынай деген кнопка екеуі, текст екеуі бірдей биіктік болады. Сол кезде и енді 768 пиксельге барамыз да, бұл жерде чуть-чуть үлкейтеміз. Мынаны копировать етіп аламыз да. Так, Ctrl-F 768 деп жазсайықшы, миды ашытпай. И осының ішіне біз мына жерге жазамыз, 25 пиксель емес, уже бұл кезде 30 пиксель деп беріп көрейік.
Міне сол кезде более-менее нормально. Енді мынау 1024-ке барамыз да, біз мына 992-ден кейін бұның ішіне 30 емес, уже 35 либо 40 пиксель десек болады. 35 жақсы көрінетін сияқты. Так, болды, бәрі дұрыс. Мына кнопкамыз істеп тұр. Одан кейінше біз мына жерге бүйтіп қойсақ та болады. Мына header image'ге барсақ. Header image'іміз қайда міне. Осы жерге курсор pointer деп істеп қояйық, андай мышка қолға айналатын қылыпшы. Курсор pointer деген егер ұмытып кетпесеңіздер, қазір біздің мышқамыз стрелка ретінде болса, қазір мынаған енді біз апарсақ, міне қолға айналады, яғни қол саусаққа көрсетіп тұрғанға. Как бы бұндай жест нені білдіреді, типа андай бұл басылады дегенді білдіреді. Так, енді бәрі дұрыс келе жатыр. Менюмыз бәрі дұрыс. Енді келесі кезекте мынау ең астындағы мына жерге стиль беруіміз керек. Mobile S-ге 320 қоямыз да, мынаған қарайтын болсаңыздар, мыналар сол жағына жабысып тұр, соны сәл ажыратуымыз керек. Мына жағында да жабысып тұр. Оны ажыратуымыз керек. И оларға бүйтіп астына барып түсіп қарайық. Мыналар жаба салсақ болады. Негізі мына nav контейнер жаба саламыз, headerді жаба саламыз, mainді жаба саламыз. Енді біз футермен жұмыс жасаймыз. Значит, осы жерге жұмыс жасау үшін біз мынандай, так, footer контакт деген жер ойды мынау. Footer контакт емес, жалпы мынау footer инфоның ішіндегі ақпараттар екен бұның барлығы. Ондай болса біз былайынан стиль беруіміз керек. Бұл жерде footer контакт қана емес. Мынау footer баттым екеуіне беру керек секілді. Бірінші қазір мынандай бір вариантты қарастырып көрейік. Біз мына жерде бүкіл footer деген классқа стиль бере салайық. Егер қазір қараңыздар. Мына жаққа ашып қарайтын болсақ, бізде footer дегенге мүлдем стиль берілмеген екен, я. Ондай болса, мына жерде мына padding 35 пиксельдер үсті астына берілген ғой. Біз осы жерге енді жанына оң жақ сол жағына пиксель қосу үшін 10 пиксель деп берсек, мына екеуі ажырады. Енді жақсы көрініп тұр, бірақ енді мына электронды почтамен жөнелту екеуі жабысып қалды. Оны туралау үшін бізде қазір ашып көрейік, ол қандай жерде тұр екен. Міне form action input button. Ол мына жерге берілген бізде footer inputқа margin bottom дейікті. Осының астына 15 пиксель беретін болсақ, енді екеуінің арасы ажырау керек. Міне одан кейін мынау footer bottomға да мына жерге 10 пиксель беріп кетеміз. Оң жақ сол жағына беріледі. Мына 35 пиксель үсті астына берілсе, 10 пиксель оң жақ сол жағына беріледі. Одан кейін мынау socials'тарда, жоқ, socials емес. Мына жерге қазір қарайтын болсақ ше, бізде footer bottom ішін ашып қарайтын болсаңыздар, мынау текстқа біз үсті астына 30 түп беруіміз керек, мынау текстқа. Бұған бір класс беріп кете салайық. Класс copyright деп жазайық. Мынандай жазу бар ғой, егерде қазір қарайтын болсаңыздар. Мына 2020 Алтынай Санжарова деген жазу осындайларды copyright деп атайды. То есть copyright деген авторский право дегенді білдіреді. Яғни мынау сайт Алтынай Санжароваға тиесілі дегенді білдіреді. Ал мынау S деген егер знақты, осындай знақты copyright деп атайды. Сондықтан бұған біз copyright деген стиль береміз. Одан кейін copyrightқа берілген екен мына жақта. И енді біз осы жерге просто оң жақ сол жағына, үсті астына margin деймізде, үсті астына 20 пиксель береміз да, оң жақ сол жағына 0 пиксель береміз. Сол кезде мені аралары ажырайды. Дұрыс-ау деймін. Так, енді
Қазір бұлай тұрғанымен қазір мынаны үлкейте берейік. Үлкейткен кезде бізде қазір ошибкалар пайда болу керек. Так, үлкейтіп жатырмын. Қазір пока нормально секілді. Так, 768, 1024-ке қояйық. 1024-те жақсы көрініп тұр, 1440-қа қояйық. Болды ау деймін, же барлығы жақсы көрінеді екен ғой, егер қазір мен жауап жасайтын болсам. Так. Ешқандай неміз қуып кеткен жоқ. Болды, мына бүгіндікке сабаққа осы, мынау біздің мынау менюмызды адаптивный қылдық. Мынау астында кейбір қателіктер тураладық. Бүгінгі сабаққа осы, келесі сабақта жолыққанша.